Барселона көптеген ойыншылары жарақаттанып қалғаннан кейін қиын жағдайда қалды. Месси 2023 жылы Барселонаға қайтып оралуы мүмкін. Реал клубы Испания чемпионатында 90-нан жоғары ұпай жинауды көздеп отыр. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмасы үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Қыркүйек айының қорытындысы бойынша Манчестер Юнайтед клубының ең үздік ойыншысы Кристиан Эриксен атанды. Осы жайында Манкунианда клубтың баспасөз қызметінде хабарланды. Даниялық жартылай қорғаушы жанкүйерлердің дауыс берулері бойынша 62%-ды еншілеп, бірінші орынға ие болған. Жанкүйерлердің таңдауымен екінші орынды Джейдон Санчо алып, ал үшінші орынды Рафаэль Варан еншілеген. Айтып өтсек, 30 жастағы Эриксен осы айда 4 матч өткізіп, 2 нәтижелі пасты еншілеген. Италияндық екі топ клуб Реалдың жартылай қорғаушысына көз тігіп отыр. Марко Асенсиоға қызығушылық танытып жатқан командалардың саны артып келеді. 26 жастағы испандық ойыншыға Ювентус көз тігуде. La Gazzetta dello Sport баспасының мәліметіне сәйкес, сонымен қоса Асенсионы Интер клубы да өз командаларына қосып алуды қалайды. Жартылай қорғаушының өз клубымен келісімі 2023 жылдың жазында мәресіне жетеді. Реал болса онымен жаңа келісім шартқа отыру жағын ойланбауда. Айтып өтсек, ол патшалық клубтың сапында 2015 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Криштиану Роналду қақтығыстың салдарынан қорқынышты көрініске ие болған жарақатталды. Ұлттар лигасының 5-ші турлық матчында Португалия құрамасы сырт алаңда Чехиямен жолықты. Шабуылшы Криштиану Роналду ойынның бірінші таймында қақпашымен қақтығысып қалып, мұрнын бұзып жарақаттанды. Бұған қарамастан ол 90 минут бойы ойынға толығымен қатысып шығып, бір голдық пасты өз пайдасына еншіледі. Португалдықтар 4-0 есебімен ірі жеңіске жетіп, А тобының турнирлік кестесінде бірінші орынға шықты. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендеріміз назарларыңызда. Өнер көрсеткен командалары бойынша келесі жасыратын футболшы мінекей. Бұл ойыншы кім? Барселона клубы Манчестер Ситидің жұлдызды ойыншыларының бірін Серхио Бускетстің орнын алмастырушы ретінде қарастырып отыр. Фичидес баспасының деректеріне сүйенсе, каталондықтар келесі жазда испаниялық жартылай қорғаушы Родриді өз қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Сонымен қоса Барса Баварияның ойыншысы Джошуа Кимихке де назар аударуда. Родридің Манчестер Ситимен келісім шарты 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Трансфер Маркет порталы бұл ойыншының құнын 80 миллион еуроға бағалайды. Ағылшын құрамасының ең үздік жыл ойыншысы Букайо Сака атанды. Арсеналдың жартылай қорғаушысы жанкүйерлердің дауыс беруі бойынша бірінші орынды алған. Өткен маусымда ол Ағылшын құрамасы үшін өткізілген 9 ойында 3 голды соққан болатын. Екінші орында Вест Хэмнің жартылай қорғаушысы Деклан Райс алып, үшінші орынға Тоттенхэмнің шабуылшысы Харри Кейн жайғасқан. Барселонаның жартылай қорғаушысы Серхио Бускетс өзінің каталондық клубтағы алдағы болашағына байланысты пікір білдірді. Қазіргі кезде мен өзімнің болашағым жайлы ештеңе айта алмаймын, себебі менде ақпарат жоқ. Осы маусымда менің қалай ойнайтынымды көреміз. Қазір мен жай ғана футболдан ләззат алғым келеді, ал шешімді кейін қабылдай жатармын. Ресми түрдегі менің соңғы жылдық келісім шартым бар. Мен жайындағы барлық сыбыстар жалған болып табылады, деп айтып жеткізген екен Бускетс Маркаға берген интервьюінде. Мюнхендік Бавария клубы француздық қорғаушы Лукас Эрнандеспен жаңа келісім шартқа отырғылары келеді. Осы жайында тілші Николас Кера мәлімдеуде. Мәліметтерге сәйкес немістік клубтың басшылары ойыншымен келіссөздер жүргізуді бастағанда екен.
Айта кетерлігі, француздық футболшы Бавария командасындағы жалақысы ең жоғары ойыншылардың бірі болып табылады. Осы маусымда 26 жасар Лукас Эрнандес 8 ойынға қатысып, 1 гол және 1 нәтижелі пасты еншіледі. Оның клубпен қазіргі келісімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Барселонаның ойыншылары бірінен соң бірі жарақат алуда. Уругвайлық қорғаушы Рональд Араухоның алған жарақаты ауыр. Футболшыда санының жетекші бұлшықетінің жарылуы анықталған. Ол енді 2022 жылдың аяғына дейін ешқандай ойындарға қатыса алмайтын сыңайлы. Француздық қорғаушы Жюль Күнде болса, ұлттық құрамасының ойынында жарақат алған. Оның емделіп қалпына келуіне 3-4 апта уақыт кетпек. Шабуылшы Усман Дембеледе балтыр бұлшықетінің жарақаты анықталған. Әзірге оның жарақатының қаншалықты ауыр екендігі беймәлім. Сонымен қоса нидерландиялық ойыншылар Мемфис Депай және Френки де Йонг екеуі жарақаттанып, қатардан шығып қалды. Енді Барсаның жағдайы өте қиын. Мадридтік Реал клубының осы маусымдағы Испания чемпионатында қанша ұпай жинағылары келетіндері белгілі болды. Мадридтіктер ұлттық құрамалар матчтарына арналған үзіліске 6 турда жиналған 18 ұпайлармен кетті. Енді олар тағы да 72-ден кем емес ұпайды еншілеуді көздеп отыр. Реал Мадрид Испания чемпионатында осы жолада бірінші орынды алу үшін кемінде 90 ұпайды жинау керек деп есептеуде. Себебі өткен жазда ғана олардың басты қарсыласы Барселона құрамдарын жақсылап тұрып күшейтіп алды. Турнир кестесінде Барса Реалдан 2 ұпайға ғана қалып келеді. 2021-22 жылғы маусымда Реалға чемпион атану үшін 86 ұпай жеткілікті болған. Ал 90-нан жоғары ұпайды мадридтіктер соңғы рет 2016-17 жылғы маусымда жинаған еді. Ол кезде олар чемпион атанды. Барселона клубы Лионель Мессиді 2023 жылы қайтарып алуды армандайды. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. ПСЖ болса Мессидің 2023 жылдың жазында аяқталатын келісім шартын ұзартуға барын салмақ. Соңғы бірнеше айлар бойы Барселонаның президенті Жоан Лапорта аргентиналық ойыншымен байланысып келеді. Мессидің Барса жейдесінде қайтадан өнер көрсете алу мүмкіндігі талқылануда. Футболшының жеке өзі Катардағы әлем чемпионатынан кейін өзінің алдағы болашағына байланысты нақты шешімді қабылдайды деп күтілуде. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар.